Ассаламу алейкум арна көрермендері, армысыздар. Біз бүгін сіздердің назарларыңызға қазақ қоғамына бүгінге дейін құпия болған қазына қарт туралы әңгімелейтін боламыз. Әр сөз үшін патшадан сыйақы алып отырған адамның кім екенін білесіз бе? Ендеше біздің каналымызға жазылып, контенттерімізге лайк басып кетіңіз. Ендеше бұл видеоға лайк басып кетіңіз. Біз бастаймыз. Әр сөз үшін патшадан сыйлық алып отырған. Бір патша дуалауыз әрі жілікті сөз айтқан адамға 400 жармақ берем деп жарлық шығарыпты. Ол келесі күні нөкерлерімен сапарға шығыпты. Жолда жеміс ағашының шыбығын көшеттеп жатқан 90-дағы қарияны жолықтырған екен. Патша одан: "Уа қария, мына көшетіңіз жеміс бергенше, жоқ дегенде 20 жыл керек. Төрден көріңіз жақын қалғанда жемісін көрмейтін іске не гарантер болып жатсыз сонша?" деген екен. Сонда қария: "Бұрынғылар еккен ағаштың жемісін біз теріп жеген болатынбыз. Енді біз еккен ағаштан кейінгілер жемей ме?" дейді. Патша: "Уай, неткен әдемі сөз. Қарияға 400 жармақ беріңдер" депті. Ақшаны алған қарт күлімсірейді. Сонда патша: "Неге күлдіңіз ақсақал?" деп сұрайды. Қария болса: "Басқалар еккен жеміс ағашы 20 жылдан кейін жеміс берсе, менің ағашым қолма-қол жеміс берді" дейді. Патша бұл сөзге де әрі таң қалып, дән риза боп 400 жармақ бергізіпті. Қария одан бетер күлімсірепті. Патша тағы себебін сұрапты. "Жеміс ағаш негізі жылына бір-ақ рет жеміс берсе, менің егіп жатқан ағашым 2 рет жеміс беріп тұр емес пе?" деген екен. Бұл жауапқа да қайран қалған патша тағы да 400 жармақ бергізіпті. Сосын атын тебініп, қарияның қасынан жылдам қозғалып кеткен екен. "Неге асықтыңыз?" деп таңырқаған нөкерлеріне шындығын мойындаған патша: "Мына ақсақалдың қасында тұрсақ, бұл кісінің сөздері таусылғанша біздің атқа теңдеп алып шыққан қоржындағы қазынамыз бітетін түрі бар" деген екен. Бұл аңыздың шын өтірігін бір Құдай білсін. Бірақ бір шындық бар. Зерделі, жақсы қартайған дуалауыз қарияның өмірден қортып айтқан әр сөзінің астарында ат басындай алтынның құнына тең салмақ жататыны ақиқат. Осындай дуалауыз қарияларымыз бүгінде бар ма? Өз ауылдарыңызда қандай дуалауыз қарияларды білесіздер? Бұл жайлы пікір алаңына жазып кетулеріңізді сұраймыз. Өйткені бұл біз үшін маңызды. Біздің шығарылымдарға лүпіл басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіп, қолдау көрсетіп жүріңіз ағайын. Бір-бірімізге тірек қолдаушы болайық. Келесі кездескенше есен, сау болыңыздар.